Қайсы Бағила? Қыздар қазір қосылсын. Бастайық. Қалайсыздар? Мен жақсымын, Аллаға шүкір. Көктемнің шыққан енді сезініп жатырмын. Керемет погода. Прям шикарно болып тұр. Бірақ енді өкінішті, үйден шыға алмаймыз, отырмыз осылай. Қандай күште қазіргі заман. Осылай отырып, прямойда кәдімгі жүзбе-жүз көрген сияқты әңгімелесіп отырасың. Дауысым естіліп тұрған шығар, қыздар, Дауысым шығып тұрса, қатып тұрмаған болса, айтып отырыңыздар. Әке, қалайсыз? Ой, рахмет. Команда жиналсын. Бүгін былайша айтқанда керемет каталогтың басталуы. Бастай берем, қыздар өздері қосылып, ары қарай сақтап қоям, Алла қаласа. Сол кезде көре жатар. Барлығы жақсы, әпке. Ал енді, давайте бастайық. Біздің ең мықты, ең крутой, бомбический каталог болады деп ойлаймын. 5-ші каталог басталды. Ашылды. Осы каталогымыздың ішіндегі ең керемет скидкалар, каталогқа шоу жасаймын дәл қазір. Сіздерді не күтіп тұр, қандай сыйлықтар күтіп тұр, қандай акция, соның барлығын осы жерден көрсететін боламын. Өздеріңізге не ұнайды, соның барлығын алып үлгеріңіздер. Компанияның 2000-нан астам товар түрі бар. Каталог. Біздің құралымыз, біздің мощнейший инструмент дейді ғой. Былайша айтқанда бір каталог, ол сіздің бір магазиніңіз. Осы каталог арқылы біз өзіміздің бизнесімізді дамытып, өзіміздің ақшамызды тауып отырмыз. Ал қыздар активно қатысып қосылып жатыр. Ал енді алла деп бастайық бірінші. Міне, ең бірінші бетін ашқан кезде біздің новинка духиіміз шығып тұр. Бұл бізде новинка алманың иісі, жасыл алманың иісі шығып тұрады. Өте керемет иіс, бағасы да көрініп тұр. В основном подростковый, яғни студент қыздар, мектептегі қыздарға арналған деп ойлаймын. Себебі өте нежный, бетіндегі шынымен көктемнің иісі шығып тұрады. Алманың иісі керемет. Осыны алып үлгеріңіздер, керемет бағамен келіп тұр. Ал енді екінші бетінде бұның алдыңғы каталогта шыққан 2 түрі бар. Мен қазір сіздерге живойынан көрсетейін ол екеуін. Біздің команданың қыздары ұтып алған болатын. Осы 30-ті Алла қаласа салып жіберемін, алатын боласыздар. Бізде мұны грушаның иісі шығатын духи. Бұның егері бар, Алла қаласа салып жібереміз. Міне, грушаның иісі, мынау зеленый яблоканың иісі керемет қыздар. Сондықтан осындай бір керемет духиді алып үлгеріңіздер. Бұл цветочный фруктовый иіс, өте нежный. Цветочно-фруктовый иіс.
флаконы мынандай дизайнда, өте ерекше дизайн деп ойлаймын. Бұндай керемет қылып шығарады ғой, ешқандай жерде жоқ бұндай дизайндар. Сондықтан алып үлгеріңіздер. Енді келесі бізде үшінші бетінде новинка тоже. Очки. Осы очкиді қазір киіп көрсетейін сіздерге. Алдыңғы мен прямойымды көрмеген қыздар болса, барлықтарыңызға көрсетейін. Жалпы бұны бізге маған білмеймін, жараса ма, жараспай ма, жараспаса да киіп аламын ғой мен негізі. Себебі компанияның бүкіл өнімін жақсы көрем. Сондықтан міне қараңыздар, очки өзінің наклейкалары бар. Жалпы пластмасс, Oriflame деген несі бар, жазуы бар, бренд. И енді тағы көрейік. Қоңыр түсте, тренд, қыздар, қоңыр тренд. Бұл солнцезащитный оправасымен өте керемет деп ойлаймын. Бұны таққан кезде барлығы анық көрініп тұр. Ешқандай мутный да емес, бәрі ап-анық көрініп тұр. Сондықтан алып үлгеріңіздер. Маған жарасты ма, жараспады ма? Енді бұның чехолы кәдімгі өзінің оправасын былай сүртетін кәдімгі матасы бар, өте керемет дизайнын қараңыздар. Сондықтан бұндай очкилерді мен сіздерге айтайын, керемет сапалы. 3 жыл ма, 4 жыл болды мен очкиім қайға қойдым, мен қызым алып кетті, о жаңа көрсетем деп отқан ем. 4 жыл бойы тағып отқан очкиім бар еді. Соны көрсетем деп көрсете салайыныз соны. Прям жоқ, таппадым оны. Қараңыздар, қандай качественный. Мынау балаларыңыз ойнап кетсе де сынбайды, сіздерге шын сөзім. Себебі мен қызым очкимен көп ойнайды. Нетпейді. Сынған емес, Аллаға шүкір. Сондықтан осындай очкилерден қорғалмаңыздар. Екінші кеттік. Бізде шарф. Весенний шарф. Лимон түсті жапырақтарымен, өте күшті дизайнмен 3 түрлі қылып тағаласыздар. Қазір көрсетем оны да. Міне, өте ұзын, 1,5 метр. Бұл этикеткасын қарасаңыздар, переработанный пластиковый бутылкадан жасалған қыздар. Білесіздер ғой, бізде Швецияда өте таза экологический мемлекет, ол жерде мусор мүлдем жоқ. Сондықтан басқа елде мусор сатып алып, осында керемет дүниені бізге. Сондықтан прям материалын айтайын сіздерге. Хлопок дейміз, бірақ хлопокке ұқсамайды. Бір хлопок болса, мынандай материал емес, бір жуған кезде оңбайтын, түтілмейтін материал. Менің қолымды көресіздер, көріңіздер шынан қараңыздар, қандай анық көрініп тұр. Мен қолым көрініп тұр ма ішінен? Вот, жұп-жұқа, прям весенний шарф. Қазір мен оны кішкене бұлай тағып көрсетейін. Мойларыңызға бұлай тағып алып, неше түрлі түрлерін тағып нетемін. Менің прямой нелерімді көріңіздер. Алла қаласа қалай орамал тағу, қалай істеу бәріне үйретіп көрсететін болам. Осы орамалды алып, сіздер керемет өздеріңізге весенний настроениені сыйлайтын боласыздар. Сондықтан алып үлгерейік. Керемет скидкамен тұр, тем более. Үлпілдік. Ал ары қарай кеттік. Ұнады ма қыздар? Полиэстер. Полиэстер, бахрома дейді потом. Сондай өнім. Ал кеттік. Уже 4-ші бетте қыздар. Көбісіміз осы бетті өтіп кетеміз. На самом деле мына жерде қай бетте қандай өнім,
сізге не керек осы беттен көресіз. Былайша айтқанда кітаптың мазмұны болады ғой, сол сияқты бұл да каталогтың мазмұны мына жерде жазылып тұр. Сіздер біреуге ұсынар кезде каталогта бетін ақтарып жүрмей осы жерден қарай салсаңыздар болады. Немесе каталогтың мынандай түрлері бар, вот разноцветный жазылып тұрған, вот сол жерге уход для волос, wellness, новэш деген сияқты нелер бар, для тела и волос деген сияқты. Соның барлығын қарап, өздеріңізге керек бетті дереу ашып ала аласыздар. Сондықтан осы моментті өткізіп алмаңыздар. Керемет линейкамыз шықты біздің. Соңсыз защиткаларымыз балаларға арналған, неше түрлі дизайнда, неше түрлі тип кожаларға арналған. Сондықтан осындай брендовый продукцияны алып үлгерейік. Қазір оны да таныстыратын болам. Енді бұл тағы да бір новинка. Келесі уже спа салон. Білесіздер ғой, үйде отырып алып, есік қайда шықпай-ақ салонға барғандай сезімді сыйлайды бізге. Спа, Шведен спа. Яғни бұл жерде сіздерге новинка ұсынып тұр компания. Для лица. Баняға барған кезде беттеріңізге жағасыздар ма, или үйде отырып алып жағасыздар ма, кәдімгі бетті разглаживающий, разогревающая маска для лица дейді қыздар. Қазір оны көрсетейін. Қойған жерімнен уже адасып жатырмын. Мынандай болып келеді. Маска для лица қыздар. Негізі бұл спа салонның маскасы ең бірінші маскасы деп айтсам да болған. Маска әлі шыққан жоқ. Вот осы маска для лица қыздар. Осы сериядан алып үлгеріңіздер. Пока расхват алып қоймай тұрған кезде керемет өнім деп ойлаймын. Мен де әлі тестировать еткен жоқпын, бірақ. Көрдіңіздер ғой, ал енді дальше кеттік. Сіздердің комментарийлеріңізді қарап отырайын мен де. Ал енді менің бетім негізі тональный жақпайтын едім. Всегда мен маска жағатын бетіме. Сол маскалардың арқасында менде ешқандай дақ жоқ. Егер беттеріңізді күткілеріңіз келсе, маскадан бастаңыздар. Студент қыздарға айтарым. Беттеріңізді құртып алмаңыздар. Сондықтан маскадан бастаған жөн, себебі бізде керемет маскаларымыз бар. Мына бетте 20-шы беттен басталады маскалар. Бізде угольный маска бар. Интернетте неше түрлі роликтерді көресіздер ғой, видеоларды былай сыпырып алып, былай көрсетеді ғой. Жаңағы угрейді, қарадақтарын бәрін кетіреді деген. Вот бізде новинка осы каталогта осы жылы шықты новинка болып, расхват алып, даже үлгермейтіне талап алып қояды. Сондықтан именно осы каталогта өте арзан бағамен келген. Мен өзім 1050 теңге болған кезде алған, қымбат кезі деп ойлаймын. Ол кезде уже просто алып көргім келді, қалай тұрады, қалай жағылады, беттен бұлай интересно болды, қалай алынады екен ол депші. Сондықтан сіздерге де қызық болса, мен сияқты, менде дағы жоқ, бірақ қызық болды, сол үшін алдым. Ал енді ол дақтарды шынымен кетіріп жатыр бұл. 15 или жарты сағаттай ма ұстайсыздар, бетке жағып аласыздар, көздің айналасына тигізбей, и кәдімгі бұлай маска, пленка бүйтіп суырылып аласыз. И бүкіл қара дақтарыңыз, бүкіл угрей, барлық беттегі лишний пор нелердің барлығын шығарып тастайды қыздар. Сондықтан осы ең арзан бағамен келіп тұр, алыңыздар. Бұны мен негізі маска жағатын кезде осындай бір мынандай маска жаққыш алған өзі. Мынандай несімен келеді, полотенце десек те болады. Жаққан кезде удобно. Потом снимать еткен кезде мынаны сулап тұрып, бетіп нетіп алам, сүртіп алам. Полотенце или қолдың суымен кетпейді ғой негізі. Маскалар, кейбір маскалар кетпейді, сондықтан осы удобно.
коды есімде жоқ. Егер мейкап чатына жазатын болсаңыздар, мен осы нені тауып беремін сіздерге. Любой масканы жаққан кезде осындай қолданасыздар құрал. Аптасына бір рет есіме түскен кезде жақып қоямын осыны, угольный маска. Ал негізі мен күнде аптасына 3 рет па 2 рет па жағам осыны. Уже бітіп қалды негізі, мен ауа толтырып толып қалған сияқты қылып нетіп қойып. Бітті уже, қазір бассам уже шығып кетеді. Қараңызшы. Қызымыз екеуміз осыны жағамыз. Бетіме жағып береді ол, кәдімгі кішкентай қылып қызық көреді. Бұл енді мына бетте. Вот, мына келесі бетінде Love Nature'ның 3 түрлі маскасы бар. Соның ягодный түрін алған мен. Өте нежный бір фруктовый иіс шығады. Бетіңіз демалып, сол иісті иіскеп, жаңағыдай қалай ұйықтап қалғаныңызды білмесе, или там стрессте көп адам шаршайды ғой. Сол кезде бетіңізге әдемі қылып сізді тынышталдырады, бетіңізді тынықтырады. Сондықтан осындай маскаларды алып, өзіңіздің беттеріңізді күтіңіздер, қыздар. Ажым түсе бастады, бетім құртылып жатыр дегеннен гөрі осындай масканы алған жөн деп санаймын. Себебі андай ажым түскен кезде, асқындырып алған кезде бетіңізді ойлағаннан гөрі осылай алдын алыңыздар маскалармен. Мына бір өнімді мен айтпасам болмайды. Мына масканың жанында инструмент көріңіздер ме, қыздар? Көп адам өтіп кетеді, или қолдануды білмейді. Сондықтан мына инструмент негізі менде дежурный угрилер шығады. Әр айдың бір мезгілінде, бір күнінде мына жерге угри, мына жерге бір угри шықпаса болмайды. Менде бетімде тақ болмаған соң бір угри тұрғаны бір ыңғайсыз ғой. Сондықтан мен қолмен сығып жүретінмін. Қолмен сығып жарағып оны, потом жара үлкейіп, потом жаман көрінетін. Сондықтан мен мынандай өнім алдым. Инструмент для угри кетіргіш, короче. Көрініп тұр ма? Осы инструментпен мен дежурный угрилерін аламын. Угри бар қыздар болса, қолмен сықпай осындай спиртке батырып аласыздар ма? Короче, сол угри шыққан кезде мына жағымен бүйтіп басып тұрған кезде сөйтіп алып нетіп аласыздар. Барлығын шығарады, былайша айтқанда. Өте мощный инструмент. Вот. Қалай қолданады? Вот мына жағымен, мына бас жағы, мына үшкір болып тұр. Қазір экранда көрініп тұр ма, білмеймін даже. Вот мына жағымен басасыздар ғой, былай бетті басасыздар, иіс шығады ғой жаңағы. Угринің ішіндегі ірін дейм ма, не дейді? Сол шығады, потом уже болды. Бір күнде кетеді ғой. Ешқандай жара болмай, еш нәрсе болмай. Потом, егер жаңағы шықпай жатса, уже мынамен тартып алсаңыздар да болады, мына жағымен бүйтіп. Түсіндіре алдым ба, қыздар? Осындай инструментті өте арзан кетті ғой. Мынау арзан кезі, қыздар. Алып үлгеріңіздер. Мен 1000 теңге почти алғам. Просто қатты керек болған кезде алғам, міне қараңыздар. Негізі любой акцияны жібермеуге тырысам ғой. Себебі ол маған керек. Бір күн емес, бір күні керек болады. Арзан кезде қайта қолданып аламыз. Так, дальше кеттік ары қарай. Бұл енді шашқа арналған маска. Қазір масканың бетінде жүрміз біз. Бұл шашқа арналған маска. Новинка. 3 түрі шықты. Так. Банан, авокадо және ананас түрі. Өте үлкен көлемде. Бұл не нәрсе деп салып жүрген кезде уже көрінеді. Қараңыздаршы. Прям былай көрсетейінші, ішінде қанша болады, сіздерге түсінікті болсын, я. Былай бұрап атырмын. Вот, осы жерге тірелді. Яғни ішінде мынанша маска бар, қыздар. Вот, алақанымға көп, өте көп. Полный шашыңызға жетеді. Бір рет қолданғанға. Шашыңыз ұзын болса, тем более барлығына ұшына дейін жағуға болады. Көрдіңіздер ғой да?
мына банан түрін жасағым келіп тұр. Банан еш шығып тұра ма, қалай болады екен ол деп. Сондықтан қалай қолданады дейді. Кәдімгі маска бальзам бар ғой, кондиционер қолданамыз ғой шашқа, шашты жуып болғаннан кейін бальзам жағатын. Вот сол сияқты. Шашыңызды краскілеп болсаңыз да осы масканы жағып қойсаңыз болады негізі. Ерасыл дейді. Жоқ, ол қара дақтарға көмектеседі. Біздің маскалар көмектеседі. Я пресс крем деген серияның барлығын алсаңыз, өзіңіздің жасыңызға байланысты, немесе бізде Novage сериясы бар. Пигментация қарсы полный комплексный уход. Бүкіл қара дақ болсын, әжім болсын, барлығына арналған, сол бетке арналған комплекс алсаңыз болады. Ал келесі бізде парфюм. Посыз. Бұл парфюмді маған компания сыйлық ретінде адам тіркеген үшін тегін беріп жүрген болатын. Ал на самом деле мен қымбат болған соң мен мүлдем алмайтынмын. Бірақ иісі ұнайтын. Сол сыйлықты аламын деп бүкіл энергиямды жұмсап, сол парфюмді алдым. Міне. Менің ең любимый парфюмым. Қараңыздар. Өзі ерекше дизайнда. Кәдімгі мынаны былай бұрайсыздар, и шашылады. Қайтадан жауып қоямыз. Иісі бір богатый иіс. Парфюмның аты парфюм. Бір 3-4 күн тұрады ғой, иісі кетпей тұрады. Сондықтан осындай парфюм. Как раз арзан келген кезде мен сіздерге арзан скидкамен тұрған заттың барлығын көрсетіп жатырмын. Әйтпесе мына каталогты бітем дегенше түн болады. Сондықтан ең маңызды өзім қолданатынмен таныстырып өтіп жатырмын қыздар. Сондықтан мына парфюмнан құр қалмаңыздар. Келесі бізде парфюм бітті. Енді боянуға көштік. Бояну. Біз туштан бастайық. Біздің новинка тушымыздан бастайық. Осы каталогта бізде Giordani Gold'тың тушы шықты. Мен қазір оны көзіме жағып алдым. Сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Мен жақыннан тұрайын. Мен кірпігім аса қатты ұзын да емес, қалың да емес, бірақ осы туш арқылы былай, мысалы қараңыздар, мынау кірпігі, кірпікті жаққан кезде біреу бүйтіп жабыс қалады, біреу бүйтіп тұрады ғой. А вот мынаны жаққан кезде мен таң қалдым. Кірпіктерім былай тұр ғой, дана-дана болып тұр ғой. Түсініңіздер ғой, қалай жағылатыны. Былай тұр ғой, менің кірпіктерім қазір. Былай тұрған жоқ та. Бүйтіп тұрады біреулердің кірпіктері, туштар бүйтіп. Так, енді мынаны ашып көрсетейін сіздерге. Киіс өте ұнады. Көрініп тұр ма қыздар? Или қалай істесем екен сіздерге көріну үшін? Вот, міне. Киістері өте жіңішке, жиі жақын орналасқан өте күшті туш. Енді мына туштың вообще ғашық болдым. Негізі 5 в 1 ғана C1 сериясынан қолданатын. Енді именно фаворит болды менің тушым. Яғни мен жабысып қалған туштар кірпікті ұнатпайтын. Именно осыны мен жағам енді. Сондықтан алып қалыңыздар. Болмаса 50%-ке салыңыздар. Қымбат деп нетсеңіздер. Негізі Giordani Gold сериясындағы бүкіл өнім қымбат болып келеді. Бірақ сонда да алып үлгеріңіздер. Өзін бағалайтын әйел өзінен ешнәрсе аямайды. Сондықтан ең выгодный бетке келдім. Бізде ең выгодный бізде каталогта мынаны қараңыздар. Адаптирующий тоналка. Мен оны уже сіздерге қанша рет айттым. Примерно 2 каталогтан кейін өзімнің парақшамда да бар. Видеосы қалай ол жағылады, қалай не істейтінін бәрін көре аласыздар. Бетімде де жағулы қазір.
2 тонды араластырып жаққам, ақ пен қоңыр түсті араластырып бетіме жақтым қазір. Көрініп тұрған шығар, салыстырыңыздар, қолмен бетімді салыстырыңыздар. Сәл ақпын, қолым қоңыр, бетім бірақ сәл ақ. Сондықтан осы адаптирующий, мен негізі ақ тоналка жаға алмайтын бетіме. Тек қана қоңыр, өзінің цветіме сай тоналка жағатынмын. Ал қазір осыны адаптирующий, яғни сіздің бетіңізге бейімделеді. Сондықтан осыны алсаңыздар, егер осыны алсаңыздар, сіздерде мына бір бетте алдыңғы каталогта помада келген, осы каталогта мынандай губка для макияжа келеді. Спонж для тоналки. Спонжды керемет, бұндай новинка әлі шыққан жоқ, қыздар. Осы тоналканы ала отырып, сіздер мына новинканы аласыздар. Көрдіңіздер ма? Бұл профессиональный спонж 2300 теңге тұрады екен. Өте дизайны күшті ма? Қыздар, қараңыздаршы, осыны алып үлгеріңіздер. Яғни мына тоналканы аласыздар, плюс подаркаға спонж келеді. Бір оқпен 2 қоян ату деген осы, міне қараңыздаршы. Так, Бахар, не сіздің комментарий? Бахар, сұрағымды түсіне алмадым. Так, бетпен тері 2 бөлек дейді. Қолмен беттің терісі 2 бөлек дейсің ба? Ол жағын білмеппін деп па? Наны алып, спонжды подаркке алыңыздар, қыздар. Керемет па? Керемет скидкама сіздерге арналған. Осы бетті өтіп кетпей, заказдарыңызға салып үлгеріңіздер. Барлықтарына айтыңыздар потом. Себебі тоналканы алып, ана спонжды алмай өтіп кететін қыздар бар екен. Барлығына команданың бәріне айтып ескертейік сол жағын қатаң түрде. Мынаны трафаретті білмеймін енді, кім алды, кім алмады. Мен бірақ алып алдым. Өзім мынандай ғана. Кішкентай ғана, өз суреттегідей ғой. Бұл не істейді? Трафарет не істейді? Мен ана стрелка жағатын бар, өзімше жараспаса да жағып алатыным бар. Сондықтан, қалай қолданады? Міне, бұлай қолдансаңыздар, теңді жағасыздар бұлай. Потом бұлай стрелка жақсаңыздар болады. Бұл енді особо для новичков дейді ғой. Стрелка жағып үйренбей жатсаңыздар, болмаса теңдеріңіз дұрыс жағылмай жатса, осы трафаретті қолдансаңыздар болады. В принципе, для начинающий визажистке өте керек дүние. Пока үйренгенше осыны қолдана тұрасыздар. Мен уже қазір өзім жаға берем, прям үйреніп қалдым, бірақ басында осыны қолданып үйрендім. Силиконовый вот. Келесі бізде маркер. Маркер подводка. Негізі басқа қыздар жидкий подводканы қолданса, маған осы ыңғайлы. Чем жидкийден қарағанда. Қазір мен стрелканы көрсетейін, осыны жағып алған мен. Өте үлкен көлемде. Кәдімгі подводка. Осыны да алып алдым, өзіме ыңғайлы болғаннан кейін. Бір жағам сразу нетеді, жағылып тұрады. Водостойкий. Ұзақ тұрады, прям керемет дүние. И менің косметичкама сият бұлардың барлығы шы, себебі вот қараңыздар, косметичкамда менің қанша өнім тек қана боянуға арналған. Бұл компанияға келмей тұрып, менде мынандай бір өнім ғана болатын шығар. Шынымды айтайын, мынандай 4-ақ өнім болған шығар менде. Осы компанияға келіп, мен полный өзіме керек дүнием барлығын тегін алып жатырмын, қыздар. Сондай каталогтың бетін ақтарып отырып, өздеріңізге керегін алатындай қылып жұмыс жасаңыздар, барлығына айтыңыздар. Қолдануды айтып жеткізетін болсақ, міндетті түрде сіздерде заказ жиналады.
мынау бір тен кайлды біреулер алады, или там түсінбейтіндер өте көп екен мен байқағаным. Тен кайл міне мынандай болады. Бұл тенді мен визажистке оқымаған, курсын оқымаған кезімде алдым. Себебі мен тек қана көзіме қап-қара қылып жағатынмын. Өзім көзім кішкентай болған соң үлкейтіп көрсетем деп ойлаған шығар, может. Енді білмейсің ғой. Бірақ мынаны мен бір-ақ рет па, 3 рет па қолдандым, одан кейін қолданған жоқпын. Енді қолданам. Ну, қара әлі маған керек болып тұрған жоқ. Просто мынау косметичкам толып кеткеннен кейін уже мынау керексіз болып та қалды. Мүмкін әпшеме или мамама подарить етем, көреміз енді. Бұны мен қалай жағам? Мына менің консилер жағатын кистім. Вот осылай алып, өзінің керек жерлеріне бүйтіп жақсаңыздар болады. Болмаса былай прям астына жағып, или там подводканың орнына жақсаңыздар да болады. Помада сияқты. Бірақ өте қап-қара қылады. Подводка, карандаш жақсаңыздар сәл қара болуы мүмкін, бірақ енді мынаны жақсаңыздар сіздер көмірдей қара қылады ғой көздеріңізді. Қара светті жақсы көретін қыздар алса болады. Так, ал енді келесі бетті қараймыз. Сіздерге бір күшті өнімді айтайын. Тен для бровей. 2000 теңге қыздар, мен бұны 3000 теңге келсе алғам. Жоқ, мен бұны компания салып жерді өтірік айтам. Маған жоқпын. 3000 теңге болатын ол бізде, бірақ қазір как раз арзан екен. Бұны қалай қолданады? Өзі компактный. Астында мынандай киіс салатыны бар. Вот, көрініп тұр ма? Так, бұл киістермен онша қолданбайтын едім, пока мынаны алғанша. Мына киісті алдым. Кәдімгі қасқа арналған скошенный кисть, міне қайылып қалғанымда. Осыны алып, мен уже мынаны қолданып жатырмын. Вот айнасымен, так, түсіндірейін. Мынау бірінші түсі, қанық түсі, бұл көз қасқа жаққан кезде, жақ көрсетейінші. Қап-қара қылады мынау. Қап-қара емес, естественный светіңізді шығарады. Бүйтіп жақсаңыз. А вот вечерний макияжға кетеді бұл қою қоңыры. Ал енді ашық қоңыр ол дневной макияжға кетеді. Кәдімгі формасын келтіріп, бүйтіп жағып қоясыздар бұның бәрін. Енді менде сәл татуажым кетпей тұр. Білмеймін, анық көрініп тұр ма. Ал мынау үшінші ол корректор. Яғни, егер сіз суреттен жақсы болмасаңыз, мына жерден асып кетіп, бүйтіп қисық қылып нетіп қойсаңыз, сіз бұны аласыз, мына жерін. Вот, мына екінші киіс соған арналған ақ. Вот, мына осы. Мына жерге аласыздар и түзілесіздер ғой. Қай жерде артық кеттіңіз, соның бәрін бүйтіп түзелеп шығасыздар бүйтіп. Аккуратно шығарып береді осы, мына осы. Түсінікті ғой қыздар, сондықтан арзан кезде алып үлгеріңіздер. Бұл негізі қарына қарайтын, салонға қайта-қайта барамыз ғой, татуаж жасатуға, или там тердіріп, боятуға барасыздар. Ал на самом деле мынаны алыңыздаршы, сіздер ешқандай салонға бармайтын боласыздар. Қаншама экономия жасайсыздар. И өздеріңіз боянып үйренесіздер қыздар. Біреуге жасатып, ақшаларыңызды ауаға ұшырғаннан гөрі, осы өнімдерді ала отырып, біздің чатымызға қосылыңыздар, қалай ояну, қалай істеу керегін үйретеміз. Барлығын біліп аласыздар зато. Дұрыс айтып жатырмын ба қыздар? Себебі біз ақшаны шашпай, басқа жаққа өзімізден болған дұрыс қой. Мынау помаданы компания маған қою қоңыр түсін сала жерді. Бұл свет теплая корица деп аталады. Қазір енді сіздерге жағып көрсетейін, мен әдейі помада жаққан жоқпын. Матовый помада жидкий. Негізі қоңыр түс трендте болғаннан кейін
қоңыр түске көштім. Тенінде қоңыр. Мынау мен прям керемет үйлесейін деп тұр. Мынау очкимен мынау нені тағып алсам вообще қатып кетеді. Әдемі болып қалдым ба деп. Осы қоңыр түс негізі богатый көрінеді. Личный брендтеріңізді дамытқыларыңыз келсе, осында қоңыр түсті, трендтегі түстерді алып қолданыңыздар. Өте нежный көрінеді. Ал енді аксессуар бетіне келдік. Менде екі сумка бар. Вот мынау қоңыры және розовый, соны көрсетейін сіздерге. Сумка алғылары келіп жүрген қыздар болса, осы беттен мына сумкаларға назар аударыңыздар. Пока складта таусылмай тұрған кезде алып үлгеріңіздер. Вот. Замшевый сумка. Вот мынандай дизайнда, мынаны бұлай өзіңізге сәйкес сәндеп қойсаңыз да болады. Қалай бұрағыңыз келеді, қалай байлағыңыз келеді, солай байлай бересіз. Негізі өзі әдемі болып тұрған сияқты. Байлағандары. Енді ерекше дизайнда жасалған. Кәдімгі өзінің карманы. Так, мына жерде дұносын қалай көрсетсем екен сіздерге. Так. Мына каталогпен көрсетейін. Мына каталог сияқты. Қыздар, комменттеріңізді көрмей жатырмын, қатып қалған жоқ па? Қыздар, қатып атқан жоқ па? Или жазбай қойдыңыздар ма? Бұл так. Мына жерде ручкасын легировка жасайсыздар. Қатып қалған сияқты, бір үндемей отырсыздар ғой. Мынаны қолданамыз, қараңыздаршы. Кнопкасы ерекше дизайнда, вот бұлай ашып қаламыз. Кішкене ұзарады бұл. Үшеуінде ағытсақ, ұзарады. Егер прям қатты ұзын керек болса, мынандар қатты бітіп созатын боласыздар ғой. Вот жақында атқызып. Қараңыз, қандай болды. Вот оп, ұзын болды. Яғни, бұлай асылы болып жүрсеңіздер де болады да, сонда. Сіздерге қалай удобно, солай жасайсыздар. Ұзартасыз, қысқартасыз. Осы сумка. Енді екінші сумка бізде мынандай қоңыр цветтен, как раз менің шарфымен, очкиме сай, ішінде косметичкасымен. Қоңыр крокодил түсі десем де болады. Азиз ала тұрмышын. Міне, қараңыздар. Лимонның түсі, кәдімгі шарфпен бірге. Мындай ручкасы бар ішінде вот бірге барлығы. Алмалы, салмалы, компактный. Қазір мен сізге көрсетейін. Міне. Вот мынау сыймайды екен. Сіздерге мелочтарыңыз бар. Сумка, тойға барсаңыздар да компактный ұстап бара аласыздар, қыздар. Сондықтан осында алыңыздар, ұнатсаңыздар, шарфты алсаңыздар, именно осы сумканы алыңыздар, себебі под цвет қатты күшті көрінетін болады. Ал енді дальше кеттік. Қыздар, маған жазасыздар ма? Мен қатып қалған сияқты отырмын. Болмаса қайтадан кірейін. Қыздар, кіріп атыр барлығы, бірақ жазып атқан жоқсыздар. Ал енді кеттік ары қарай. Wellness өніміне тоқталып өтпей ақ қойын, ол бөлек дүние. Wellness байлықтан білесіздер, денсаулыққа өте керемет витаминдеріміз бар. Оны арнайы чатымызда барлығын
не үшін деген сияқты барлығын айтып үйрететін боламыз. Жалпы мына жерде Новель сериясының новинкасы, міне қараңыздар. Бұл чувствительный және жирный кожаға арналған гель. Өзі кішкентай ғана. Міне, өзі кішкентай ғана мынандай пипеткасымен болады. Ашып көрсетейін. Пипетка сияқты бетіңізге 3-4 капля жағып, жирный блеск кетіресіздер. Бетіңізде майларыңыз жаңағыдай шығып тұратын болса, сондай қыздар осының барлығын осы кетіреді. Егер күнге шықсаңыздар, макияжынан уже жирный блеск шығып тұрады десеңіздер, макияждың үстінен де осыны жағып қойсаңыздар болады. Керемет өнім. Егер қымбат десеңіздер, 50%-ке салып алып үлгеріңіздер. В принципе, өзіңіздің сұлулығыңыз үшін бұл қымбат дүние емес, сондықтан алыңыздар. Менде кожама сәйкес болмағаннан кейін мен қолданбайын деп тұрмын. Мүмкін активный партнерыма сыйлыққа кететін шығар. Имейте в виду. Қаншалықты активныйсыздар, соншалықты ешнәрсе аямаймыз, спонсорлар. Енді қараңыздар, енді бітейін деп қалдым. Бізде спонсор защиткалар шықты, я? Вот тез-тез көрсетіп нетейін. Менің қызым что-то мазасынан. Вот, мне спонсор защитка SPF 50. Бұл жерде уже күн шықты. Көктемнің күніне күйген кезде уже барлықтарыңызды қап-қара болса, жаз бойы қап-қара боласыздар, сондықтан қазірден алдын алыңыздар. Спонсор защитканы алып. Бұл после загара жағылатын желе. Ыстық күннен келгеннен кейін бетіңізге жақсаңыздар, беттеріңіз тынығып, прохладный болып қалады, яғни бір салқын болып, денеңіз салқынданып қалады. Былайша айтқанда, бұл енді путешествиеға барған кезде, болмаса бір бассейнге шомылуға барған кезде осыны қолдансаңыздар болады. Жалпы скидканың барлығы пока айтып үлгердім. Енді бізде каталогтың соңына келдік. Сон жағында біздің неше түрлі түсті сабындарымыз керемет бағамен 345-400 сол сабындарды ала отырып, сізге подарки берсеңіздер де болады, өздеріңіз қолданып, қолымызды көбірек жуып жүрейік. Ал енді каталогтың соңғы жағында керемет акция болады, үнемі бізде. Сондықтан крем для душа және гель для душа берілген екен осы каталогта. Сондықтан осындай керемет скидкамен қолданып, барлық званияларыңызды жауып, табысқа шығып, осы біздің компания ұсынып отырған керемет өнімдерді қолданып, сұлу болайық қыздар, табысты болайық. Осымен менің каталог шолуым аяқталды. Өздеріңізге керек дүниені алдыңыздар деп ойлаймын. Заказдарыңызға салып, уже заказдарыңызды жібере беріңіздер, себебі складта ешнәрсе қалмайды. Білесіздер, бізде Қазақстан бірінші орында. Арифлейм. Жақсы, рахмет прямойыма қосылғандарыңыз үшін. Сақтаймын, Алла қаласа. Барлық команда көріп үлгерсін. Рахмет. Сау болыңыздар, қыздар.